Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздерге Шымкент қаласы Абай ауданы сотынан лайфхак, яғни бүгін алаяқтық қылмысы жөнінде айтқым келіп отыр. Оны қалай орын алу мүмкін және де қалай қорғануға болады. Бастамас бұрын алдымен статистикаға сәл жүгінсек деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде қоғамда өте көп өршіп отыр алаяқтық қылмысы. Себебі жалғыз ғана Шымкент қаласында 4 аудан болатын болса, оның бірі Абай ауданы сотының өзінде былтыр 91 адамға қатысты алаяқтық ісі бойынша қылмыстар аяқталған болса, қазіргі кезде осы 2022 жылдың 10 айының өзінде 86 адамға қатысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстар қаралып бітті. Мысал ретінде айтатын болсақ, осы Абай ауданы сотында қаралып жатқан істердің жылда жәбірленушілері кім? Жәбірленушілердің ішінде 500-ден астамы әйел азаматтар болады. Ол статистика толыққанды өзгеріп тұрған жоқ. Оның 500-ден астамы әйел азамат болатын болса, 300-ден астамы ер азаматтар болады. Оның өзі нені айтады? Әйел азаматтардың сеніміне тез кіруге болады деген мағынаны береді. Абай ауданы соты бірінші кезде сіздерге мынау алаяқтық қалай орын алуы мүмкін, ол сіздердің сенімдеріңізге кіріп, сенімдеріңізді теріс пайдалану немесе алдау арқылы орын алуы мүмкін. Ол қазіргі кезде қоғамда алып отырған мәселелері айтатын болсақ, атаулы әлеуметтік көмек немесе несиені алып беру қайтарымсыз, осыларға байланысты. Оның барлығында көбінесе дерлік алдау мақсатында жасалынады. Сіздерге айтар нәрсем, ол ата-бабаларымыздан келе жатқан нәрсе, сақтансаң сақтаймын деген. Сондықтан әрдайым белгілі бір азаматтардың сіздерге ұсынып отырған осындай жеңіл нәрселерді алу кезінде немесе осы жеңіл бір қызметтер көрсетемін деп айтқан болса, сақтықпен қарап, аталған жағдайда тек қана құзырлы тиісті мекемелерге баруларыңызды сұраймын. Яғни егер сенімсіздік білдірсеңіздер, әртүрлі мекеменің өзін интернетте немесе қолжетімді, қазір айтамыз, смарт телефондардан теріп, өзінің кол орталықтары бар, яғни олардың нөмірлері бар жерде белгілі болмағанның өзінде полицияға хабарласып сұрауларыңызға болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, адамды қазір алдау осы жайттарды пайдалана отырып өте үлкен белең алуда. Сол себепті Абай ауданы соты сіздерге берген лайфхакты пайдаланыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.